Кең далам толғалайын, сырлайын, домбырам қолғалайын, жырлайын. Таңғы асты осылай жайлауда балалық шақты еске алып, майың бар, құртың бар, қаладан алып келген заттарың бар, ішіп жеп, осылай таза ауада демалғанға не жетсін. Жұмыс деп көбінесе адам өзінің рухани демалысын ұмытып кетеді. Пайғамбарымыз қосылым айтқан ғой, әр нәрсенің өзінің хақысы бар. Дененің де бір өзінің хақысы бар, демалады. Сондықтан демалып, түпкі қазақи өзіңіздің руханишылығыңызды оятып тұрыңыздар.